Ержан мырза, енді Алмалы аудандық прокуратурасының алдына келіп кіргенсіз, мұнда не мақсатта келдіңіз, қандай іс қаралып жатыр? Қылмыстық іс пе, әлде азаматтық іс пе? Өзіңіз түсіндіріп берсеңіз. Иә, бізді Алмалы ауданының полиция басқармасында жәбірленушіге қатысты арызы бойынша қозғалған қылмыстық іс бар. Яғни оның қызметкері өзінің құрылтайшының есепшотында ақшасын қолданылған. Осы бойынша 18 миллион деген материал шығын келтірілген. Біз осы бойынша Алмалы ауданы полиция басқармасына қылмыстық іс қозғап арызы, қазір уақытта қылмыстық іс қозғалған. Бірақ өкінішке орай 1 жыл уақыт болды, созбалаңға салып қылмыстық істі жауып тастай береді. Ешқандай тергеу амалдар жүрмей жатыр. Осыны анық қанығын білуге мына прокурор біле ма, білмей ма, бұл ауданның прокуроры осындай қылмыстық істің созбалаңға салынып жатқан, бұрмаланып жатқан, соны анықтау мақсатында қазір прокурор қабылдауды келіп тұр. Енді қазір прокурор көреміз, қабылдауда қабылдай ма, қабылдамай ма, енді оны бәрін анықтаймыз. Біз прокурорға келіп тұрмыз қабылдауға. Бір жылдан бері қылмыстық ісіміз созбалаңға салынып, қайта-қайта бұрмаланып жатыр. Осыны анық қанығын анықтау мақсатында келдік. Қазір көреміз. Күтіңдер деп жатыр, күтейік. Телефон тапсырмаймыз ба? Сіз кірмейсіз. Қалай жатыр? Сіз адвокаттар ма? Отырмайсыз? Осы іс бойынша Жарайды. Пакет деп айтыңыз, аңғамал. Жоқ, аңғамал біз адвокатқа кірмейміз бе? Неге қалады? Қазір рұқсат сұрап кіреміз. Рұқсат бере ма, бермей ме, қазір сұрауға түсіп барады. Сонымен қымбатты көрермен, Алмалы аудандық прокуратурасының ішіне міне кірдік. Қазір адвокаттардың өзі кіріп кетті. Бізге бақ өкілдеріне кіруге рұқсат бере ма, бермей ма, оны аздан соң білеміз. Біз Алмалы ауданының прокурорының қабылдауына кіріп шықтық. Прокурордан түсірілім сұрағанбыз, бірақ өкінішке орай түсірілімге рұқсат бермеді. Бірақ дегенмен осы істі келесі понедельникке дейін, яғни дүйсенбіге дейін өзінің қадағалауында алып, аяғына дейін жеткізіп бір шешім қабылдайтынына уәде берді. Сондықтан енді прокурор өзінің уәдесіне тұра ма, тұрмай ма, енді оны уақыт көрсетеді. Алдағы уақытта міндетті түрде сіздерге жариялап, сіздермен бөлісетін боламыз. Біз міне дәл осылай Алмалы аудандық прокуратурасының алдында дәл кіреберіс жерде күтіп тағатымыз таусылды. Прокурор кіргізбеді, бірақ адвокатқа қылмыстық істі жауапкершілікке аламыз, қадағалаймыз деп уәде берген екен. Ендеше бізде Заң Лайф арнасы дәл осы қылмыстық істі өз қадағалауымызда ұстаймыз. Рахат Қосай, Мадияр Ермек, Заң Лайф арнасы.